Сәбізден өте дәмді рулет дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен 600 грамм сәбізімізді аршып, жуып, ұсақ үккіштен өткізіп аламыз. Бәрін үккіштен өткізіп алған соң, табамызды қыздырып, 5-6 ас қасық сұйық май құйып, және 1 ас қасық сары май қосамыз. Сары майымыз еріген соң, сәбізімізді салып, орташа отта қуырамыз. Сәл қуырып алған соң, отымыздың астын азайтып, осылай пісіреміз. Міндетті түрде араластырып отырамыз, себебі сәбізіміздің асты күйіп кетпеу қажет. Сәбізіміз осылай піскенде дайын болады. Өшіріп, салқындатып қоямыз. 5 жұмыртқамызды ақуызынан сарысына ажыратып аламыз. Ақуызын миксерлейміз. Міндетті түрде аппақ болып көтерілгенше миксерлейміз. Сәбізімізге 5 жұмыртқаның сарысын қосамыз, тұз қосамыз. Және кішкене қара бұрыш салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алған соң, ақуызымызды 2-3 бөлікпен салып, жақсылап лопатканың көмегімен араластырамыз. Бәрін жақсылап араластырып алған соң, пергамент қағазын противенімізге салып, сәбізімізді салып, бір тегіс қылып жаямыз. Пергамент қағазын сапасында күмәніңіз болса, міндетті түрде майлап алыңыз. Бәрін жақсылап бір тегіс қылып жайған соң, 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Салмамызды дайындаймыз. Бір пучок укропымызды, аскөгімізді, яғни жуып ұсақтап тураймыз. 300 грамм творожный сырымызға салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Араластырып алған соң, дастарханымызға пищевая пленка төсеп, салқындаған бисквитімізді түсіріп аламыз. Творожный начинкамызды бір келка қылып жайып шығамыз. Бір келка қылып жайып алған соң, пищевая пленканың көмегімен рулетімізді ораймыз. Сәл осылай сынуы мүмкін, бірақ ол ештеңе қылмайды. Холодильникке 3-4 сағатқа қойып қоямыз, немесе бір түнге қоямыз. Міндетті түрде шолпын астына қаратып қоямыз. Рулетіміз туралған кезде өте әдемі болып туралады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді, өте әдемі. Ас болсын!